жақсы тілекпен бастайық балалар. Сол үшін шарттық шеңберінде сағат тілі бойынша бір-бірімізге осы күнге жақсы тілектер тілейік. Мен Бауыржанға сағат тілі бойынша тілек тілеймін. Бауыржан ары қарай алып кетеді. Бауыржан, бүгінгі күніне сәттілік тілеймін. Жақсы бағалар алуыңа тілектеспін. Бүгін ашық сабақты белсенді болып, жақсы бағалар алып, сабағымызды озып. Бүгінгі күн жақсы өтіп, армандарына жете бер. Бүгін сабақта белсенді қатысып, жақсы бағалар алып жүрмін. Үлкен рахмет. Ой, рахмет. Жарайсыздар балалар. Жақсы тілектеріңізді тілеп болса, қазір мынау қазақша киіз үйімізде бізде топтастыру берілген. Сол топтастыруды алып, балалар, тәттілер бар, соларды алып, біз түсіне қарай топқа бөлінейік балалар. Бауыржаннан бастайық, тағы да сағат тілі бойынша. Бауыржаннан бастайық. Жаңа сабақты бастаймыз. Бағалауда күнделік жүйесі бойынша бағаланады балалар. Күнделік жүйесінде бізде білесіздер, 10 балдық бағалау. Осы бағалауда қазір сендер үй тапсырмасын орындаңдар ғой. Орындаған адамдарымыз, яғни мына 1 балға ары қарай көтеріле береді тапсырма сайын. Қазір барлығын бір-бірден аласыңдар дағына, үй тапсырма орындады, соған 1 бал қосып отырамыз. Ары қарай. Ал балалар, отырып болсақ, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Біз алдында бұл оралған бөкейдің Тортай мінер Ақбозат деген шығармасын түсінік айтып, мазмұнын танып, оқыған болатыныз, оған бойынша тиісті бағаларымызды алған болатыныз. Енді бүгінгі берілген тақырып бізге Тортайдың жаңағы талдау жұмыстары еді, Тортай шығармасына. Енді үй тапсырмасынан бастақ, үй тапсырмасына интеллект әдісі берілген болатын. Бұл әдіс берілген себебі алдындағы тақырып сендерге таныс болғандықтан, оқып, меңгеріп болғандықтан бұл әдіс сендерге берілген болатын. Яғни бұл әдісте сендер дәптерлерге сызып келулерің керек болатын. Бұл бірінші бағанда бұрыннан білемін. Яғни бұл шығарманы оқығанға дейін не білдік? Егер білетін білімдерің болса, сендер бірінші бағанға келіп қазір жапсыратын боласыңдар. Екінші бағанда жаңа ақпарат. Сендер оқу барысында сабақты қандай жаңа ақпаратпен таныстыңдар? Соны сендер мына екінші бағанға келіп жапсырасыңдар. Үшінші бағанда ойлағаныма қайшы. Бұл шығарманы оқымағанға дейін сендер қандай ой ойладыңдар, қандай білімдерің болды, қалай ойладыңдар, оқу барысында қандай білімдерің сендердің жаңа ойларыңа қайшы келді. Егер сондай мәлімет болса өздеріңде, үшінші бағанға келіп жапсыратын боласыңдар. Одан кейін төртінші бағанда білгім келеді. Енді шығарманы оқыдық деп жатыр қой, мазмұнын таныдық қой, түсінік айттық қой. Енді ары қарай тағы не білгілерің келеді? Тортайдың өміріне қатысты ма, жоқ, автордың өміріне қатысты ма? Не білгілерің келеді, соны төртінші бағанға келіп жапсырасыңдар. Ол үшін алдарындағы стикерлерді пайдаланасыңдар. Және қатты не білгілерің келеді, қандай жаңа ақпарат алдыңдар, және ойлағанға не қайшы болды, соны алып стикерлерге жазып толықтырыңдар. Алыңдар стикерлеріңді. Тортайдың ата-анасы жоқ екен. Жаңа ақпарат Тортайдың Ораштан үлкен екен. Яғни Тортайдың ата-анасы жоқ екен бұрыннан білдім. Себебі Аянға өмір ұқсас болғаннан кейін ол да солай деп ойлайды. Бірінші Аянды өтті қой. Жақсы, өте жақсы, ары қарай.
сабағымыздың тақырыбы, яғни Оралхан Бөкейдің Тортай мінер ақ боз ат шығармасының сюжеттік желісі балалар. Яғни талдау жұмыстары. Енді сабақта біз не істейміз? Мақсатымыз қандай? Бізде әдеби шығарманың жанрын, яғни шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтаймыз. Одан кейін әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсінеміз балалар. Басты мақсатымыз, міндеттеріміз берілген мына жақта, яғни шығарманың сюжетін тану, кейіпкерлерін талдау, одан кейін басқа сюжеті ұқсас шығармалармен салыстыру, ары қарай бойымызға Тортайдан алған құндылықтарымызды жинау балалар. Ары қарай бізде топтық тапсырма балалар. Топтық тапсырмада 3 топқа тапсырма беріледі. Бірінші әдісіміз бізде бірінші неден топтық тапсырмада кинолента деген әдісті беремін балалар. Бұл кинолента әдісті 5 бөлім бойынша лента бізге берген. Сол 5 бөлімде біз шығармаға сюжеттік талдау жасаймыз. Яғни композициялық талдау жасаймыз. Бұл міне бізде әдістің материалы, одан кейін бізге берілетін міне жапсыратын талдарымыз бізге. Соны әдемілеп керекті тиісті жеріне жапсырып, топ бойынша әдемі етіп орындаймыз. Кіріспес мына біріншісінен басталады балалар. Аламыз ортаға, соны орындаймыз. Екінші топ бізге Тортайдың бейнесін ашуымыз керек еді. Жаңа мақсатта көрдік қой. Кейіпкердің бейнесін ашу дедік. Яғни бізде Тортайдың топта кластер құрастырамыз. Кластерде балалар Тортайға бейнесіне топтастыру жасаймыз. Әрине, ішкі мінезіне, құндылықтарына байланысты топтастырамыз, және тұлғасына қарай да жазсақ болады балалар. Тұлғасына қарай жетім екендігін, бойында қандай қасиеттер бар екенін деген сияқты топтастыру жасаймыз. Топтастыру жасау барысында мінездемені кітаптан дәлелдей алуымыз керек. Яғни, мысалға, Тортайды білімді дедік па, кітаптың қай жерінде жазылған? Кітаппен дәлелдеп отырасыңдар. Түсіндік қой. Одан кейін үшінші топқа бізге Вен диаграммасы берілген. Бұл жерде біз жаңа қандай алдындағы өткен шығарма ұқсайды дедік балалар. Сайын Мұратбековтің Жусан исі шығармасы ұқсайды дедік қой. Яғни сол шығармамен не істейміз? Салыстырамыз. Яғни бізде екі жағына бізде айырмашылықтарын жазамыз. Мына ортасына ұқсастықтарын жазамыз. Түсіндік па? Орындаймыз. Топ бойынша орындаймыз. Уақыты шектеулі балалар. 10 минут уақыт беріледі. Сол 10 минутта біз балалар бір ескерту. Яғни екі шығарманы салыстыру керек болады. Кәнняға шыға қояйық. Тортай мінер ақ боз ат шығармасының Тортайдың айырмашылықтары. Туыстары туып жібергендіктен өмірде жүруі, құлағында мүкісі бары, соның тыныш кезде оқу білім ала алмауы, әңгіме айтуға жақын елестігі. Екіншісі соғыс кездеріндегі оқиға. Аяғының тобылының ауыртпашылығы бар, оқуға бара алады, және де достары көбірек. Ары қарай ұқсастықтар қандай екен? Ұқсастықтары екеуінің де ата-анасы жоқ, екеуі де ақылды. Баяғыда бір жетім бала болыпты деп басталады. Шығармашыл балалар екеуі де оңын көрсетпейді. Бас бармақ әдісімен біз үшінші топты бағалап кетеміз. Екінші топқа берілетін тапсырма кластер құру болатын. Кластерде яғни Тортай бейнесін, басты кейіпкердің бейнесін ашу керек болатын. Жетім, ол тұлғасынан жетім бар, ол ата-анасынан ерте айырылған. Ол нағыз қой.
өйткені Тортайға Ораш досы тамақ әкеле бергеннен мен аш емеспін деп намыстанған еді. Тортай намыс қой дейді. Келісеміз ба балалар? Намыс қойма. Қай жерде намыстығын көрсетті ол? Намысшыл екенін. Оған тамақ әкеле бергеннен Досы тамақ әкеле берген кезде не істеді? мен аш емеспін деп. Мен аш емеспін, маған әкеле берме деп намыстанған болатын. Ары қарай. Ақылды, себебі ол азаннан кешке дейін басалдай кітап оқиды. Және оның достары ақылды деп атайды. Жақсы. Адал, себебі Орашқа кейде тамақ алып келген кезде Тортай оны тек қана тамағы үшін ғана пайдаланбайтын, керісінше әкеме деп ұрсатын. Ол досқа деген адалдығы. Бізде келесі кинолента әдісі болатын, яғни шығарманың композициялық талдау болатын 5 бөлім бойынша. Қане тыңдап отырайық. Қазір 3-ші топ сендер бағалайсыңдар, тыңдап отырыңдар. Мәтінде басты басында кіріспеде салық салған ауылы беріледі. Салық салғанның иығында отырған ауылы сипатталады. Балалардың өгіз бағуы, сиыр бағуы, әйелдердің азаннан кешке дейін жұмыс істеп, ал кешке қарай сепаратормен сүт тартады. Ал соғыстан кейінгі өмірде бейнеленеді. Түсінікті ма балалар? Яғни дұрыс па деген ғой? Кіріспеде солай баяндалды ма? Шығарма солай басталды ма? Салық салған ауылы туралы, колхоз әйелдердің 3 мезгіл сиыр сауы, балалардың өгіз үйретіп бұзау бағуы. Келісеміз ба? Ары қарай. Тортайдың Орашпен дос болуы. Тортайдың құлағында мүкісі болса да Ораш оған қарамай, онымен дос болғысы келді. Жақсы. Яғни бізде Тортай бізде тұйық бала, тұйықтығы ешкіммен ойнамайды, себебі құлағының мүкісі бар. Соны жалғыз адам түсінген екен. Ол кім? Ораш. Тортайдан қанша жас кіші? 2-3 жас кіші. Сол екеуі дос болған екен. Дұрыс па балалар? Оқиға ары қарай солай байланысты. Ары қарай. Оқиғаның шиеленісінде Тортайды алыс жамағат деген қуып жібереді де, ол үңгірге жайғасады. Сол жерге Ораш келіп, екеуі бірге түні бойы ертекпен әңгімеледі. Жақсы. Шиеленісуі Тортайды жаңағы өзінің жанашыр болып отырған туысқандары не істеді шиеленісуінде? Не істеді? Үйден қуып жіберді. Содан кейін ол қайда барды? Таудың бір үңгірін барып мекендеді. Сол жерге кім барып тұрды? Досы Ораш барып тұрды. Алғашқы түн естерінде ме балалар? Алғашқы түн қандай еді? Ораш Тортайды таба алмай қойды ғой, ауылдан. Тауып алмай қойды. Сол кезде Тортайды қаяқтан тауып еді? Ол кезде ауа райы қандай болып тұрған еді? Не туралы диалог құрды олар? Армандары. Армандар туралы. Не үшін Орашты үйіне кет деді? Мені әке-шешем іздеп жүр. Мені басымды жарады деп әке-шешем дегенді ол қырсығып айтты дейді. Міне балалар, сенің әке-шешең бар. Әке-шешең іздейді қазір. Менің басымды жарады. Бар үйіңе деп ол сол сөзді қалай айтқан болатын? Қырсығып айтқан болатын. Бірақ Ораш кетпей қояды, сонымен ары қарай достығы, ары қарай неғыла береді? Дамып, жалғаса береді. Жақсы. Шарықтау шегі? Шарықтау шегі. Тортайы ғажайыбы мен түсі. Қандай түс көрді балалар? Ол түсінде өгізін мен ақбозатқа айналып кеткен. Бағып жүрген өгізі түсінде ақбозатқа айналып кеткен екен. Таудың артында не бар деді? Монғолия бар деді. Соған, сол жаққа барғым келеді. Сол жақта қазақтарды қарсы алып алатын еді, бізге барса. Нақты арманым не деді? Алматыға барып жазушы болу деді. Оны кімге айтып отыр? Досы Орашқа айтып отыр. Ары қарай. Қорытынды. Тортайдың Орашқа арманы орындаған. Яғни Тортайдың жазушы болғаны орындады. Дұрыс.
Тортайдың арманын оны досы Ораш орындады. Егер Тортайдың сондай арманы болмағанда балалар, Ораш белгілі жазушы болар ма еді? Оған кім септігін тигізіп отыр? Досы. Балалар, көрдіңдер ме? Адамның дұрыс болып қалыптасуына бірінші орында ата-анадан кейін досы септігін тигізеді екен балалар. Айтады ғой, досың өзіңді досыңа қарап таны дейді. Солай емес па? Досың қандай болса, сен сондай боласың деген сөз ғой. Бұл жерде Ораштың жолы болған екен. Келісеміз ба? Оның досы Тортай жазушы болуды армандады. Егер бірге балалармен мектепке барған кезде ол жазушы болар еді. Бірақ мектепке баратқан Орашқа не сыйлады? Кітап сыйлады. Мүмкін мен міне алмаған Ақбозатты сен мінесің деп ол кітабын, жақсы көретін кітабын сыйға тартып еді. Ол қандай кітап? Аласталған Алитет шығармасын, яғни кітабын сыйға тартқан еді. Сөйтіп ол кітап арқылы білім алып, Ораш белгілі жазушы болып шықты. Жарайсыңдар, біз үшінші топ бағалаймыз. Бірінші топта құс қауысыны сендердің алдарында берілген осындай. Мына жаққа бізге қиылуға дайын тұр. Енді қараңдар, біз жаңағы композициялық талдауды көрдік балалар. Шығарманың сюжеттік желісін таныдық. Мақсат солай болатын, Одан кейін басты кейіпкеріміз Тортайдың бейнесін аштық. Және екі шығарманы салыстырдық. Солай ғой балалар. Айырмашылығында айттық, ұқсастығында айттық, бейнесін де аштық. Енді біз Тортайды жақсы таныдық. Қандай бала екен? Енді Тортайдан біз қандай бойымызға жақсы қасиеттерді аламыз? Соны сараптап, мына әр қауырсынға жазып, әлі жерде бізге берілген үш топқа, сол жапсыратын жерге барып жапсырамыз балалар, әр топ. Жерге тапсырма. Қазір бізде қанша қауырсын бар, сонша бөлеміз бір-бірімізге, сөйтеміз оны жазып, Тортайдың бойындағы қандай мінезін өзімізге аламыз. Солай ғой, әдебиет сабағында біз әдебиетті не деп, қандай сабақ деп едік? Яғни әдебиет сабақ жақсы мен жаманды айырып береді. Кейіпкерлердің іс-әрекеті арқылы біздің ой өрісіміз дамиды деген болатын едік қой. Яғни соған бір дәлел Тортайдың бойынан қандай жақсы қасиеттерді біз алдық бойымызға. Соны біз әр қауырсынға жазып шығайық. Білімділігін алдың, жақсы жапсыра ғой. Озат болуды және адал болуды. Әне көрдіңдер ма балалар? Білімділігін озат болуды алыпты өзіне және адал болуды алыпты. Жақсы. Тапсырманы жақсы орындадық. Біздің қауырсындарымыз міне құс қауырсыны әдісі шықты, барлығын жапсырдық. Тағы да күнделік жүйесіндегі бір балды жоғарылатып өз-өздеріңді бағалап отырайық. Бізде мынандай бас бармақ белгісі бар. Жасыл түсте, өте жақсы деген, орта түсте, орташа деген мағынада, қызыл түсте, төмен деген мағынада. Енді сол әр жұмымыз осындай үш
бармақтың белгісінен 3 түсін аламыз дағыны. Жұптық тапсырма балалар. Қазір мен оқи бастаймын. Сұрақ. Дұрыс бұрыста бізде мына тақтада тұратын, я бұрында. Мынау дұрыс емес, бұрыс деп айтатын еді. Қазір мен оны оқимын, сендерге сақтаға. Балалар, тақтаға көрсетпеймін, өзім оқимын. Қай шығармадан дұрыс болса, дұрысты, жасылды көтересіңдер. Я дұрыс сол шығармадан деп. Егер екі шығармаға да бірдей сөйлем болса, орташасын көрсетесіңдер. Міне. Екі шығармада да бірдей сөйлем болса. Ал егер жаңағыдай, жоқ ондай дұрыс емес десеңдер, қызылды көтереміз. Әр жұп ойланып шешеді. Бізде мына жақта 3 бала жұп болды. Мына жақта 2 бала, 2-2-ден жұп болды. Бізде кім жұп болды кәді? Мадина мен Есімхан, Бағлан Айсере, Қаныш жұп болды. Бірге шешіп отырды. Жусан есі шығармасынан. Таңертеңнен кешке дейін бас алмай сабақ оқиды. Дұрыс бол, жусан есі шығармасынан емес. Кім күндер бас алмай сабақ оқиды? Бас алмай сабақ оқиды. Ол жусан есі дейсеңіз. Дұрыс жауап беріңдер. Қарап отырыңыз, балалар мұқият болыңдар. Тортай мінер ақ бозат шығармасынан дейді. Сенің жаныңа жата кетсем қайтеді? Дұрыс. Ешін айтты оны. Ол келе бастады, я далада жаны бастады, ол қырыққаннан, бір жаға жаурағаннан, сенің жаныңа жатасам қайтеді деп айтқан болған. Дұрыс балалар, дұрыс жауап беріңдер. Мұқият тыңдаңдар, Есімхан. Бағлан, мұқият тыңдаймыз. Шынымды айтайыншы, кітап жазып жазушы болғым келеді деді Ораш. Жоқ. Тез көрсеңдерші әні. Қаныш, екі шамадағы болған ондай. Қанышының жылы, айтер қарасайшы Қанышына. Бірге көтересіңдер болсын, үшеуін біргесіздер. Енді бұны кім айтты? Ораш айтты бұны? Шынымды айтсам, не дейді? Жазушы болғым келеді деп Тортай айтқан. Дұрыс жауап берді. Ары қарай, Тортай мінер ақ бозат шығармасынан кенет бүкіл ауылды шуылға шыққан ашығы дауыстар селт еткізді. Дұрыс жауап берді. Біз сарымсақ жұлып жейтінбіз, деді Аян. Дұрыс емес. Кім айтты оны? Автор кім айтты? Біз сарымсақ жұлып жейтінбіз. Сарымсақ қайда өседі? Я сол қабарып, солым шырылып, соны сарымсақты әрең алатыныз деген жолға дедіңізден. Жерге басыңды қорламаймын, ықыласынсыз кете алмаймын. Өзім алдарынан өтіп қайт деді Есікбай. Жусан есі шығармасынан, сүйренген шанамызға қан киімізге көз салды. Жусан есі шығармасынан. Бұл кім көз салды? Жүріңдер, бүгіннен кешегіден де қызық ертегі айтамын дейтін Тортай. Жусан есі шығармасынан дейді. Жақсыдан қалған тұяғың, қайда жүрсең де аман бол. Дұрыс, міне Айсере жауап берді. Кім айтты бұны? Кім айтты бұны? Жетімдер үйіне кетіп айтқан айтқан болатын. Оқ шіркін, сондай семсерім болып, мен соғысқа барсам фашистерді тура бауша қияр едім, деді Садық. Армандады ғой бәрі, қылышпен ойнаған кезде. Фашистерді қырамыз деді ғой. Кім айтқан болатын бұны? Мадиналар дұрыс жауап бермейді. Кім айтқан бұны? Есікбай айтқан. Осы айтатын, Есікбай айтқан болатын. Сен айттың ба? Екеуің еді Мадина сендерде. Жоқ, екеуің дұрыс айтқан. Мыналар бір-бірден. Мұқият тыңдайтын. Топырағың жеңіл болсын деп Ораш айтты. Жоқ, ол әжесіне айтты. Дұрыс жауап берді. Бірінші Айсере жауап берді. Енді көріп айтты. Енді қараңдар, бірінші топырағың жеңіл болсын деп Аян айтқан болатын, я? Әжесіне. Тортай аспанның нуы көп екен деп айтты. Өзіне дұрыс жауап берді. Аспанның нуы көп екен деп нені айтты? Сонан кейін ертесіне не болады деді? Сонда Аян біліп отыр ғой. Есікбай аяққа көп кисетін. Балалардың атаманы Тортай еді. Жақсы, ары келесі бізде балалар жинақтау шығармашылық тапсырмамыз, Тортайға хат жазамыз. Хат жазу терапиясы деп айталады, яғни Тортайға хат жазамыз. Қазір тез хат жазамыз. Сәлем хат. Сәлем хат. Сәлем Тортай, жағдайың жақсы ма? Сен талай қиындықтан басынан өткіздің. Шынында әке шешесіз өсу қиын. Сен өте мықтысың, мойыма, болашағын әлі алда. Шіркін, сен ата-анам тірі болса, сені мен әрқашанда мақтанатын едім.
сені оқуға да беріледі. Өкінішті, сен өте ақылдысың, мықтысың, тек қана ешқашан мойыма. Жарайды, сау бол, кездескенше аман бол. Жақсы, өте жақсы. Шығарманы, нені, қатты оқығандар 2 балдан көтереміз. Бұл шығармашылық тапсырма ғой? 2 балдан көтереміз. Айгерім. Автор идеясы бұл шығарманы жазуда автор нені көздеді? Бірінші, соғыстың тауқыметі, келісеміз ғой, соғыстың тауқыметі, тіпті ерлермен қоса үлкендер, ересектерге қарағанда кішкентай балаларға дейін қандай қайғы қасірет алып келгендігі. Соғыс болмаса Тортайдың ата-анасы тірі болар ма еді? Ата-анасы тірі болар еді. Жалғыз Тортай емес, Тортай арқылы сол замандағы балалардың несін, күйін көрсетіп отыр автор. Екінші, Тортай сияқты қандай кедергілер болса да не қылуға? Мойымауға шақырды. Дұрыс қой. Тортайдың басындағы қайғы қасіреті ол шама шегіне жеткен қайғы қасірет бала. Одан артық қайғы қасірет деп мен жоқ деп айта аламын. Себебі ата-ана болмағаннан кейін өздерің елестетіндері баланың күні қандай болмақ. Яғни Тортай жетім болса да, оның құлағында жетімдігімен қоса құлағында кемістігі болса да, тіпті үңгірдің ішінде жалғыз өзі тұрса да, қандай мойымай үңгірдің ішінде, суық ішінде кітап оқыды балалар. Анау ораш кірген кезде бір сөреде кітаптар жиналып тұр деп айтылады ғой. Бәрін ағаштан өз жасаған. Енді Тортай сияқты Тортайдың жағдайы болмаса да кітап оқыды ғой. Біздің жағдайымыз бар, ата-анамыз бар, жылы үйіміз бар. Неге біз кітап оқымаймыз? Деп айтқысы келді автор. Яғни қандай қиыншылық болса да біз білімді бірінші орынға қоймыз керек. Тортай жағдайына қарамай өте көп кітап оқыды. Содан кейін тағы да бір үшінші идеясы балалар. Яғни Тортай қандай бойында қандай қасиеттер болды, сол арқылы оқушы содан адамгершілік қасиеттерді алу керектігін айтты автор. Түсіндік па балалар? Бүгінгі тақырыпта. Біз Тортай сияқты мықты болуға, қандай кедергі болса, соған қарсы тұруға, бірінші кезекте орынға білімді қоюға не қылып отыр? Үйретіп отыр. Сондай болуымыз керектен. Және деді бір айта кетерлігі, ата-анамыздың барында бағалайық. Дұрыс па балалар? Ата-анамыздың барында бағалайық. Тортайдың жаңа айтып отырсыңдар, ата-анасы болғанда ол оқымысты, білімді жазушы болар еді деп айтып отырсыңдар ғой. Ол шындық балалар. Яғни сенің ата-аналарың бар ғой, неге жазушы болмасқа? Неге сол білімді оқып ақтамасқа балалар? Дұрыс па? Яғни біз не істеуіміз керек? Бірінші міндетіміз білім алуымыз керек. Ата-анамызды содан кейін бағалауымыз керек. Білімнің арқасында үмітін ақтауымыз керек балалар. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды балалар. Қазір бізде күнделік несі бойынша аты жөндерін жазып, күнделік жүйесін маған жинап беріңдер. Сол арқылы күнделікке мен бағалаймын.
Kani аты жүздерін жинап беріңдер. Аты жүздерін жазып беріңдер, қандай балдар отырсыңдар? Так, Зереде 7 балл көрсетіп тұр. Бізде Үнжуде 7 балл көрсетіп тұр. Үнжу негізі жақсы ат салысты. Үнжуге 1 баллды көтерсекке болады 8 қойса. Нұрасыл 8 екен. Нұрыдинде де 8 екен. Думайда сен қолға көрсетіп, ағай Даушан 8 көрсетіп Даушанда 8 бар. Олжан мысалға жасқасы. Індағыда 8. Көтетіп 8 мысалға жасқасы. 8 бір бұрға жасқасы. Көтетіп 8 ағай. Айнада 8 дейді. Айнада 8 шашылдарды бір шапты. Айнада бір қолмайын сөйлемі. Есмағында 8. Балғанда 8 көрсетті. Айсенде 9 кесеміз. Нақаншы салға жасқасы олға жетті. Бұл күн жерде қазір мына жаққа күнге балалар баға қойылады. Мына күнге міне көріп тұрсыңдар, иә? Бүгін нешесі балалар? 7 балалар кері байланыс жаса. Біз ана қоржында, білім қоржынын көріп отырмыз, иә? Өте жақсы түсінсек, жасылды саламыз. Жақсы түсінсек, сары саламыз. Және сұрағым бар дейтін болса, қызылға салатын боламыз. Сұрақтарың бар ма? Қандай сұрақ бар? Түсінік ма балалар? Бүгінгі сабақ аяқталды. Заттарды алыңдар.